Сендермен Ланс, бүгін бізде кәдімгі обзор болмайды. Бізде қазір бірінші ультимейт обзор болады. Ультимейт обзорға тек қана 3 зат керек. Бірінші ана тілі, екінші обзор және үшінші креатив. Ультимейт обзордың фишкасы ескі де жаңа да наборды көрсету. Обзордың артикулы 76039. Орысша схватка с человеком. Қазақша құмырсқа адамның шайқасы. Мен бұл наборға орысша кәдімгі обзорды жасадым ғана. Бұл каналда бар. Lego Marvel Super Heroes 2015 жылда шыққан фильмнің сюжеті бойынша жазылған Человек-муравей. Алдыңғы жағында құмырсқа адамның шайқасы көрсетіп тұр. Наборда 3 минифигуралар бар. 2 құмырсқа адам және сары бөгелек. Ол орысша желтый шершень, ал ағылшынша yellow jacket. Басқа жағынан қарасақ, бұл жерде кәрі құмырсқа адам мен сары бөгелек көрсетілген. Ал олардың қасында жаңа құмырсқа адам көрсетілген. Мына жерде comic book included, яғни ағылшынша ішінде, комикс бар. Ал қораптың арт жағында набордың барлық қозғалыстары. Міне супер джампер туралы, сары бөгелек туралы және үлкен леголар туралы қозғалыстар бейнелеген. Ал соңында 2015 жылда шыққан Lego Marvel's Avengers ойыны көрсетілген. Қорапты абайлап ашқанымы туралы кешіріп сұраймын. Наборда комикс болса, мен біріншіден оны көрсетемін. Комиксті мына жерде көрсетем. Міне, swoosh деген супер джамперді қолданылды. Міне, комикс мынаумен бітті. Мына уже басқа набор. Бітті, енді фигураларға қараймыз. Уже түн болып қалды. Жарайды. Бірінші минифигура. Скотт Лэнг, жаңа құмырсқа адам. Ол құмырсқа адамның костюмын ұрлаған ұрлықшы болған. Одан қара жолдан көшіп, супергеройдың карьерасына көшті. Аяғында да, денесінде де, артында да принт бар. Шлемді шешсек, 2 бет әлпеті бар. Бірінші жымиған және солғын. Екінші минифигура Хэнк Пим, немесе Генри Джонатан Пим. Джонатан Ван Дайнның ең жақын досы, мстителердің негізін қалаушы. Скоттың костюміне кішкене ұқсайды. Онда да 2 бет әлпеті бар. Жымиған және жауыз. Үшінші минифигура сары бөгелек. Сары бөгелек туралы Википедияда мағлұмат әлі жоқ. Артында да, аяғында да, денеде де принт бар. Шлемді шешсек, 1 бет ғана бет әлпеті бар. Ол Лекс Лютердің бетіне өте ұқсайды. Мынау, білмеймін, бұл не бронясы ма? Бірдеңе, білмеймін. Міне, мына жерден осылай бүгіледі. Мына жерде оның лего пистолеті ма атады, осылай. Тағы да бұл наборда 2 осындай кішкентай құмырсқалар бар. 2 шеге,
Супер Джампер. Ол Скоттың Супер Джампері. Және Энтони. Және осындай Лего бар. Бірінші Легоға қараймыз. Мынау олардың кішірейтілген копиялары. Осындай қарапайым Лего. Ол осылай айтылады. Біріншісі мына жерге қойылады. Білмеймін неге, бірақ мынау унитазның крышкасына өте ұқсайды. Наборда наклейкалар бар. Ол мына шегелерде наклейка, стикер, және осындай леголарда жабыстырылған. Енді Супер Джамперді қарастырайық. Супер Джампер челлендж! Енді соңғысында Энтони ғана қалды. Энтони Скоттың ең жақын құмырсқасы. Энтонинің қанаттары шарнирлерде бекітілген. Мұрты және алты аяқтары қозғалады. Даже білмеймін, Энтони қалай ұшқан құмырсқаға айналды. Мүмкін осылай болған шығар. Пацаны! 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 Она у меня панцирь сгопнула! Пацаны! Пацаны, смотрите! Чуть и надо, Тышкан, чуть и надо. Смотрите, я у нее пушку гопнул зато. Ха-ха-ха. Ту, блин, это стоило того зуба. Ха-ха. Енді, кетші бар. Туй, қазір. Так, так. Тын, 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 тын.
Ниндзяго! Жарайсың. Осымен бітті. Сендермен болған Ланс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бәріне, пока!